Басталды. Тамаң ауырттың ғой. Ассалаумағалейкум. Сразу. Жігіттер, қош келдіңдер. Кезекті шығарылым. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Адам-адамға оттегі тақырыбы аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Жігіттер, көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Енді оңайшылықпен ұстата бермейтін жігіттеріңіз. Мирасты біршама подкасттарда көрдік. Күшті бір резонанс тудырған подкасттарыңыз да бар. Әміре бүгін Жалпы жүрген жері резонанс. Бұл жігіт, әрине. Жүрген жері рейтинг, жүрген жері резонанс, жүрген жері хит. Сізде ол тақырыптан алыс емессіз. Бірақ бірінші рет подкастқа келіп тұрмын. Бірінші рет. Иә, сол бізге микрофон болсын жақын. Негізі өмір бойы микрофонмен жұмыс істейтін адаммын ғой мен. кішкене қорқып отырсыз. Қатты сөйлемеңіз. Иә. Біз енді Гало екеуміз ведущий ретінде қабылдамаңыздар. Біз осы бір жобаның жай ғана бір мүшелеріміз, дегенмен дос ретінде күшті бір әндемі әңгіме айтайықшы. Адам-адамға оттегі. Яғни сіздердің өмірлеріңізде ерекше орын алатын, сіздердің өмірлеріңізде ерекше қолдау көрсеткен, көмектескен, бір қиындықтарда мүмкін құтқарған жандар туралы әдемі әңгіме айтайықшы. Әрине ол отбасыдан басталады. Солай кете береді. Туған туыс, бауыр, дос деген секілді. Өткенде жаңада біз енді өмірде де араласамыз ғой, сол кезде көп әңгіме айтамыз ғой. Өміріміздегі кішкентай геройлар жайлы, кішігірім геройлар жайлы. Соларға бүгін алғыс айту, соларды упоминание, еске алу кеші деп бастаймыз. Мынау камераны көріп қысылып қалмасақ, бірақ шайдың үстінде күшті әңгімелер айтамыз негізі. Шай бүгін болмайды ғой өкінішті. Бірақ байқайсыңдар ма, мен всегда естіп отырамын ғой үндемей. Үндемей ма? Үндемей ол жаңа сол үшін подкастқа келдім деген оймен келу керек қой. Бірдеме айту үшін. Негізі үндемеген ұтады. Бірақ көп жағдайда біз басқа подкастерлар сияқты подкастер? Оны есе жоқ па? Болады. Бүгін шығардым, есі жоқ қолдансаңдар болады. Подкастерлар секілді бүйтіп қазбаламаймыз. Құндылығымыз біріншіден көзқарасымыз. Өте жақсы тақырып негізінде. Әр адамның өмірінде жақсы адам жолығу керек. Мен анашым айтатын еді, балам, ананың батасы ешқашан қайтарылмайды дейді ғой. Анам былай айтады, өміріңде жақсы адамдар жолықсын дейтін еді бала кезімде. Әлі күнге шейін сол әңгімені айтады. Ол жақсы адамдардың бізге тигізетін септігі өте көп. Жақсы адамдарым. Құдайға шүкір, жақсы адамдар өте көп болды. Кеше біз бір жігіттермен әңгімелесіп отырмыз. Жақсы адамдар негізі қалай жолығады адамның өмірінде деген. Неге жолығады деген сұрақтар пайда болды. Менің жеке өмірімде, өнер жолында жақсы адамдар өте көп болды. Мен ойлаймын, бірінші ол анамның батасы берген тілегі. Екіншіден, кеше мынандай әңгіме болды жігіттермен. Жалпы адамға жақсылық, соның ішінде жақсы адам не үшін келеді? Көмек, қол ұшын созу. Сен ешкім ештеңе сұрамасаң да сенің өміріңде кездеседі. Жалпы өмірінде жақсылық неге болады дегенде, мынандай бір тұжырымға келдік, сонда әңгімеге. Сол үшін де біздің орта жайында да әңгіме болды. Біздің әнші жігіттер, блогер балалар, жалпы жақсы адамдар туралы. Бәлкім дейді, сол жігіттердің ата бабасы, жет атасы болсын, өзінің әкесі, атасы болсын, бір өмірінде бір жақсаған кішігірім жақсылығы болған шығар деседі. Сол жақсылығы үшін осы ұрпағы, немересі, шөбересі, неменесі сондай бір жақсылыққа ие болып жатыр. Оның ішіне жақсы адамдар да кіреді деген сондай бір әңгіме болды. Адамның өзі жақсы болса, жақсы. Андай ұғым, жалпы жақсы болсаң жақсы ғой. Жақсы нәрсе жолығады, жақсы ойлайсың, значит жақсы адам жолықтырасың. Жаман адам, жақсы нәрсе істейді, и жақсы нәрсе жолығады. Ал енді біз подкасттың основной басты линиясы, қандай қызықты оқиғалар болды, кім құтқарып қалды. Так, кім бастайды? Менде бар, сенде? Менде өзімнің бір историям бар. Енді ол негізі қызық мен үшін. Мен қатты ұялған кезім. Кішкентай кезімде ол школда болған. Мен примерно 7-ші класста оқимын ғой. Сөйтіп бәріміз сабақта отырамыз. Таңертең ұйқы қанбаған. Сосын анау сабақта радиолар бар еді. Директор біреу сөйлесе, соның дауысы келетін. Да? Иә, бізде сондай болатын. Не деген мектеп? Мектепте оқасың. Қандай мектепте оқасың? Жоқ, енді хабарландыру айтқан кезде бәрі естиді ғой. Сіздерде ондай болған жоқ енді сіздер. Менде ондай мектеп емес. Сенде де болды мұндай? Бізде болды, бірақ енді дейтін звонок бар еді, бізде болды. Бізге директордың өзі келеді. Мысалға звоноктың орнында музыка болады.
таңертең әнұранмен тұратын едік. Әнұран бізде де болды. Әнұранды бірақ ауызша айтатын. Тұратын еден сен мектепте өмір сүрдің ба? Мектеп интернат, жоқ. Енді сабақ басталады. 8-де келесің де классқа кірген кезде естіп тұрасың да, уже әнұран қосылады. Ол жаңағы радиодан қосылады. Әнұран қосылады, өздерің айтпайсыңдар. Қай мектепте оқығанды айта кетсең? Астана қаласында 58-ші мектепте оқыдым. Ол жеке гимназия ма? Жеке деппін ғой. Гимназия. Мемлекеттік. Иә. Сөйтіп отырамыз, сол кезде бір хабарландыру айтатын кезде, бір Мирас дейтін баланы шақырғысы келген. Мирас директордың кабинетіне кел дейді де, и ана кнопканы до конца өшірмеген ғой, радиодан бұтына түшіп қойыпты дейді. Сөйтеді де, короче, ал оны менің мұғалімім естігенде, менің әке-шешеме звондаған. Содан кейін мен ұялам енді. Маған мұғалім уже звондайды. Бүкіл примерно біліп отыр да мен екенін қазір. Фамилиямды айтқан ғой, содан кейін мұғалім айтқаннан кейін Мирас Жүгінсіз сені директорға шақырып жатыр деп артынан шақырған ғой. Мен ұялып кеткенмін, қызарып жатырмын, жылап жатырмын ғой, 7-ші классым ба, сондаймын, не істерімді білмеймін. Сосын жылап барып, мамам звондайды маған. Сен не, бұтыңа шығып қойдың? Мен айтамын, мен шыққан жоқпын. Бүлдіріп қойдың ба деп. Бүлдіріп қойдың. Енді маған сөйтіп айтады ғой, біз батыс болғасын айта бересің. Содан кейін алып, енді школға больше келмеймін, басқа школға көшемін деп кішкентайсың ғой, енді сөйтіп ойлайсың. Травма ғой, травма, иә. Содан кейін мен заочқа барамын. Ол өте қатал кісі еді енді. Бірақ мен жылап жатқанымды көріп қояды да, сосын не болды дейді да, мен айттым, осылай жаңа хабарландыру айтты ар жақтан. Мен ұялып отырмын, мен школдан кетемін, келмеймін. Басқа балалардың түріне қараймын деп сөйтіп жылап жүремін де. Нағыз ана жігіттік не өсіп келе жатқан кезде. Иә. Сол сөйтіп келемін де, хорошо деп уже сабақ бітеді, біз кетеміз үйге. Үйде сондай настроениемен ұйықтаймын, сөйтіп жылаймын. Сосын енді мама қинап сабаққа жібереді сол кезде. Жылап сабаққа барам да, содан кейін бағана зауыч собрание жасаған екен. Линейка бүкіл школдың бәрін жинайды. Спорт залға. Спорт залға жинайды. Сен концертің. Кешегі хабарландырудағы бала ол мынау Мирас емес дейді. Мен үшін жинағанда сол кісілердің бәрін. Ол мынау 3-ші класстағы кішкентай Мирас деп көрсетеді. Сол кезде именно, мысалы мен ол кісіні қатал деп білемін да, біздің завучта. Енді өкінішке орай да атымды ұмытып қалып тұрмын ол кісінің. Бірақ сөйтіп маған көмектесіп, бір үлкен мен өмірімде болатын хейт, травмадан мені алып шыққан кісі бір ғана естіп хабарландырумен бәрін жинап, мен үшін таңғы 8-де сабақтың бәрін кешіктіріп, осының бәрін жасаған. Менің заочыма үлкен рахмет. Сенің балалық көңіліңмен негізі үлкен қадам ғой, былай қарап тұрсаң. Мен енді мысалы андай нәрсе ғой, кейбір кісілер бұл нәрсені пропускать ете салуы мүмкін. Сол ғой. Мысалы, болып тұр ғой енді ол баланың көңілі ғой, ештен кетпес деген сияқты. Бірақ енді көп нәрсе, көптеген обида сол бір бала кезде пайда болды. Мен андай кішкентай кезімде андай едім да, бірде мен дұрыс жасамай қалсам жындам сөйтіп қалатын едім. Мысалы, сахнада бір школда конкурстар болатын. Бірден болмаса сөзін ұмытып қалдым ба, мен сахнада тұрамын да, микрофон тастап кетіп қалатын. Кішкентаймын ғой. Мінезді болдым. Иә, мінезді болдым. Бірақ андай қатты біреуге мінезім көрсетпейтін. Бірақ қойып кетемін де кетіп қалатын. Сабаққа келмейтін. Үзілді-кесілді шорт шешім қабылдады. Сабаққа кетіп. Жалпы Мирас сабырлы деп естиміз біз, ахи сабырлы ортада. Бірақ Мирастың мінезі бар негізі. Негізі, иә. Енді ол мінезсіз адам қызық емес қой. Стержень бар да, андай характер дейді ғой. Бағынан бері мақтап отырсыз. Әміре, еще бұл жігіт негізі каратист, таэквондист. Карате. Мирасты 10 жыл танимын ғой мен. Қанша жыл каратемен айналыстың? Мен 5 жасымнан бастап 9-ші классқа дейін. 5 жасынан. Заочты бір түйіп ұйықтап тастасына болады екен ба? Заочта? Жаңағы нені? Слухты таратқан балалар болды ма? Балалар түйіскен жоқ, балаларым. Сосын содан кейін прикол болып қалды. Микрофоны, мафоны бар мектептің, жаңа элитный мектептің адамдар түсінесің сияқты. Біздің мектеп түсінбейді оны, біздің мектеп ойбай. Ол кезге ол нормально болды негізінде. Элитный мектеп деп айта алмаймын, ол именно мен оқып жатқан кездегі мектептердің бәрінде болған. Сол кезде біз енді кішкене кәрілеуміз ғой бұған қарағанда. Біздің мектептер орташа енді орта мектебі ғой. Біз мектепте өзіміз тоқтық қой. Оқиықшы деп.
ол нәрсе қалыптасып қалса қиын да ертең 11 класс бітіргенше ше. Уже есейген кезде де әлі күнге дейін бір сол нәрсе сол шындық ашылмай кетсе, есейген кезде уже қыздардың көзқарасы басқаша болады. Сол кезде бір ішіңде бір айтылмай қалған әңгіме бір қалып кеткен сияқты. Енді сенімен көбісі школда сондай да, бірдемен дұрыс істемей қойсаң сөйлеспей қояды, қыздар қарамай қояды. Сөйтіп сондай опасностьтан алып шықты ғой. Сол кісі саған сол сәтте бір оттегі болды дейсің ғой, иә? Бірақ ол кісі негізі андай бірдеме болса, мен кішкене бұзықтау болатын мектепте, бірақ жауапкершілігім жақсы болатын еді ол кезде. Жауапкершілігім мол бұзық, рамысқа кешікпей келіп. Сол кезде бірақ мен шашым ұзын ғой. Бірдеме болып қалса, мен біреуді ажыратып қалсам, бірдеме болып қалса, мен шашым ұзын да, ана шашы ұзын бала деп мен өмірі виноват болатын едім да. Бүкіл ненің бәріне. И мен сол кезде сол кісінің маған көмектескеніне таң қалып қалдым да. Мысалы Әміре біз енді замандаспыз ғой екеуміз. Шаш ұзын деп біздің мектеп кезде шаш сәл өсірсең сол мектеп болды ма? Мен шал емес, шал емес. Жалпы 97-сің ба 98-сің ба қайсы? 2000-сің ба? 2000-сің 5 жасарсың. Жоқ, бізде андай еді, шашы ұзын болса әнші балапан деп тиісетін. Сондай болды ма? Бірақ мен андай адам болдым да, мен сондай да өзіме ұнаймын, мен сондай болуым керек. Вот сол кезден бастап бұл сыртқы неге бағынбаған. Жоқ, бұл жалпы баяғыдан мирас қой. Мирас Жүгінісов, Ағайын Жүгінісов деген Мирас Жүгінісов. Иә, ол бар ғой. Ол кезде нешедесің сен, получается? Мен 18-демін ол кезде. Мен қазір 24-тем. 14-тем. Сен 14 жасында мен сені танимын, сен мен 18 жасымда танисың. Екеуің сөйлесіп тұрсыңдар ше өмірде. Алматыдан күтіп алып Ағайын Жүгінісовтерді қыдыртып жүретін. Не үшін айтып жатырмын да, сол кезде Рүстемді енді сондай күшті стильде жүрді, Мұхаммед Али де күшті сондай стильде жүрді. Сол кезден бастап біздің мектепте кездер ай деп. Мирас ән айтпашы дейтін ғой. Мирас ән айтпашы. Неме айттың ба? Жоқ, вообще дегенде. Андай гитарамен бәрі отыратын едім, мен қарап отыратын едім, чисто алыста. Үндемейді өмір. Жалпы сол менің өмірімде кәдімгі оттегідей ауадай болған жақсы адамдар өте көп. Енді менде бір белгілі осындай бір тарих жоқ, бірақ мен айтарым жаңа сөзім жалғасы. Жалпы өнер адамында, бизнесте жүрсін, кез келген адамға өмірінде жақсы адамдар жолығу керек. Сондай бірден бір адам, ол мен музыка пәнінен беретін. Сол мектептен басталды барлығы. Мұғалімім Балған Шапайға жалын сәлем. 9-шы орта мектепте. Есімі кім? Балған Шапай. Балған Шапай. Сәлем сізге. Біздің мектепте звонок кәдімгі деп не болатын темір. Сондай мектепте оқыдық, орта мектебі. Одан кейін мен ұстазым болды. Марқұм болып кетті. Сол кісі туралы айтқым келеді. Мен ол кісіге 13 жасымнан кейін, 13 жасымда келдім я. Дауыс өзгереді, ер баланың дауысы. Сол кезде келдім. Ол кісі мені сол 18-19 жасыма дейін тәрбиеледі, өсірді. Ол кезде жасы 70-те еді мен келгенде. Үлкен ақсақал кісі, Украинадан келген. Ең қызығы енді мен айтайын, тез айтайын. Бұл сабақ болсын деп айтайын. Сөйтіп мен өстім, Алматыға кеттім, ол кісі Қостанайда қалды. Мені мықты әнші қылды, халықаралық конкурстарға шығарды, славянский базарға бардым, ары бері Еуропада байқалар, осында Қазақстанда көптеген орында. Бірақ связьдамын. Бірақ арманым болатын, ағайыма бір көмектессем, Қостанайға келіп бір машина сыйласам, осындай берсем, сөйтсем. Машина? Иә. Всегда связьде жүрген бала бір күні бір съемкіде жанталас өмір. Бір съемкілерде жүрдім, білмеймін, масканың съемкасы болып жатты ма, сондай бірдеңені жүрдім. Ағай звондап жатыр сөйтсем маған. Бала кезден әлпіште өсірген кісі, қазір хабарласам деймін ғой. Қазір хабарласам деймін да. И ұмытып кетіппін ол туралы. Сөйтіп съемкада жүрем. Бір күн, бір аптадан кейін рульде келе жатырмын. Рульде келе жатып, сол бірге біз шәкірт болған жігіттер қыздар звондап жатыр, қалайсың, бәрі жақсы, не істеп жатсың? Жоқ, Астанада шаруалармен жүрмін. Ағай қайтыс болыпты дейді. Сосын есіме түседі. Енді, как обычно, сен бұны қабылдамайсың бұл ситуацияны, қалай деп ойлайсың енді. Жалпы өлімді қабылдамайды ғой негізінде. Қабылдау қиын, кім өлсе де. Мұнда ағайың бала кезден сен бұлай өсірген адам қылған. Сол күні жауап бере алмаған есіме түсті мен. Бір апта арада 4-5 күн шығар, точно білмеймін, бірақ край бір апта. Сол кезде ойланып қалдым, мен маған звондады ғой ағай. Сондай өмірімде бір үлкен жақсы адам болған. Және де мен сол арманымды жүзеге асыра алмай қалдым. Жалпы кейде сөзбен емес іспен де дәлелдеу керек қой ер бала. Материалдық тұрғыда көмектескім келді, ағайға жасағым келді.
сол ағай қайтыс болғаннан кейін бірнеше айдан кейін мен шығармашылық карьерам жоғарыға шықты да, белгілі бір сатыға көтерілдім, бір жақсы баны сен айтқандай материалдық тұрғы болсын, басқа да мансап тұрғыдан жақсы бір нәтижелерге жетіп бастадым. Түйіні қандай бір жұмыс болмасын, не болмасын, сондай жақсы адамдарға көңіл бөліп отыру керек, соның ішінде үлкен кісілерге жауап бер. Бір әттеген айым болды. Өмірімдегі ең үлкен жақсы адамдардың бірі сол кісі. Бірақ өкінішке қарай бір ғана ол сол кезде ауырып жүр екен. Мен оны білмегенмін. Сондай бір тәжірибе болған, өте ауыр тәжірибе. Сол кісіге енді Құдайға шүкір, сол кісі мені үлкен маман қылды, өсірді. Алғысым шексіз. Енді бұл Құдайдың бұйыртқаны ғой, бұйыртпаған шығар, бір сыйлық жасау, құрметтеу, көрсету. Бірақ барынша қолымда не бар, сонымен құрметтедім. Бірақ сол кісі мен өскенімді көрген қалап едім. Сондай бір. Ол өте әсерлі. Сол қоңырау шалғаннан кейін мысалы кері хабарласқан жоқсың, сол кезде бір ойлар мазалайтын шығар, не айтқысы келді. Ол ой біраз болды, әлі де жүр. Ол мен ғана оның шәкірті емес, оның шәкірті Батырхан Маликов, Әлем 91-дағы және де көптеген біздің қазір театр саласында болсын, классика, просто эстрада жүрген жігіттер, қыздар, сондай үлкен кісі. Менің өмірімде сондай бір болған үлкен кісі сол. Әңгіменің түйіні деймін да, жақсы адамдар ол біздің жақындарымыз ғой. Ата-ана болсын, ұстаз болсын, дос болсын, бағана Жансерік айтып отыр, қандай бір қарбаласта жүрмесек те, қандай бір деңгейде болмасақ та, барлығын бір мезетке паузаға қойып, иә деп жауап берген абзал екен, дұрыс екен. Бүгінгі біздің әңгіме жай ғана ойын күлкі емес қой, бір ой түйу ғой, оттегі деген үлкен ауа. Тақырыбы өте мол нәрсе. Сондықтан жақындарымызбен әрдайым бір связьда болған дұрыс екен. Мен үшін өзіме бір андай сабақ болды бұл история негізі. Бізде біздің жұмыспен немен өзінің жұмысы бітпейді ғой жігіттер, бір қарбалас, бір цель, мақсат, ары қарай өсу. Мамам қазір хабарласам деп жүрсең жүре береді екенсің. Қалып кетті сонақтар. Осы әңгімені бізге былай қарап тұрсаң күнде айтады ғой. Түрлі статустардан, TikTok, жауап бер, ата-анаңа жауап бер. Соның бәрін біле тұра. Неге соны кейін хабарласамыз? Неге қабылдамаймыз сол нәрсені? Или андай нәрсе бар ғой. Көп нәрсе, жақсы информация көп болып кетсе, сен до того содан жеркеніп кетесің. Соны қабылдамай қояды миың. Жақсы нәрсе аз болса ғана қабылдайсың да, көп анау TikToктан шығады, Reels'тан шығады, анау шығады, сонымен бүйтіп қойшы, өзім білем дейтінге апарып тастайтын шығар миымызды деп ойлаймын. Бәлкім. Осы мысалы қанша жыл Астанада тұрдым ғой, сөйтіп үйдегілерден Алматыға кетсем деп кеттім да. Мен өзім андай адам едім, сағындым деп айтпаймын, жақсы көремін деп. Мен кеткеннен кейін папа маған сол кезде кеткен кезде бірінші звондаған кезде балам қалайсың деді. Балам деп айтпайды ғой. Қалайсыңдар деген мен жүрегім ел жүріп кәдімгідей андай жылағым келіп кеткен. Короче, жылай береді екен. Негізі жаңа біз осы шығарылымның алдында да жігіттермен сөйлескен кезде айтамыз да, біз андай бір поколениядан болып қалдық дейміз да, ата-анамызға мен сені жақсы көремін деп еркін айта алмаймыз да. Ол біз үшін кәдімгідей бір нәрсені жеңу керек іштегі. Осыны талқылайық, қызық, үлкен тақырып қой, көп жастарды. Неге айта алмайсың? Сен айта аласың ба? Қазір айтуым қиын. Сен не болады қызық маған? Неге мирас жүгінісі олай айта алмайды? Мен кішкентай кезімде папамен өскен кезде, папа андай строгий взглядпен қарап. Мамаға айта аласың? Жоқ, мен мысалға біз маманың бетін сүйетін кезде, біз үйде енді 4 баламыз ғой. 4 ұл болғаннан кейін мама айтатын андай қыздар сияқты не өйтіп сүйе бермеңдер. Өздері де сондай. Өздері бізді еркек қылып өсіргісі келді да енді. Содан кейін білмеймін, содан кейін ба біз қысылып қалдық та өзіміз. Не то что мамаға мен мысалы өзім ағама, ініме айта алмаймын. Бұл сағындым или жақсы көремін деп айтуым қиын вообще. Бұл ішімізде тұрған бір кішігірім не, бір барьер да. Неден шығады бұл? Бірдеме тілек айтқан кезде ер баланың өзіне сөз, мысалы ұлдарға бізгеше сөз түгілі келіп құшақтаудың өзі қиын ғой. Иә, негізінде. Мысалы айтып жатады ғой кейбір адамдар, мен барғанда мамамды құшақтап иіскеп жатамын дейді да. Соны мен де түсінбеймін. Жоқ, олай да айтып тұрған нәрсесі күшті негізі. Бірақ сол бір нәрсе, бір
кейбір отбасыларға қарайсың ғой, мама папа я тебя люблю, я тебя тоже, давай сынок, бірдеңке бетіне сүйіп телефонмен ана келеді де, сен қазір өзің анаңа звондап жақсы көремін деп айта аласың. Маған осындай келмесе ғой деп. Былай жасайықшы, бұл енді қазір пайда болып жатқан ой. Жігіттер, енді бұл подкаст әрине әркім өзін айту керек, дегенмен түсік бапалсам да осы нәрсені жасап көрейікші. Өз-өзіңді не істеп жүрсің ба? Ол дейтін тура жаңағы звонок сияқты болып қалмасын, неге айта алмай қалдым деген сияқты. Төртеміз кезек көрейік. Кәдімгі телефонға жауап бермей, біздің қалай күшті тақырып келе жатыр. Өзіміз звондаймыз да. Үлкеннен бастайық, немесе Мирас сенен бастайық. Осы әңгімені өзің бастадың ғой. Мирас, давай. Звондаңыз, звондап қойдыңыз ба? Қонақтарды сыйлайық. Боқтап жібермесін қазір. Алма, мен сені жақсы көремін десем, қанша ақша керек десең. О, звондап отыр. Громкийге. Қалайсыздар? Пальтен киіп бітті. Ачу жүріп қоймағасың. Мама дейсің. Мамаң қалай деп сақтап қойғансың? Мама деп тұрмын. Қазір звондаймыз онда. Күшті креатив бастадың. Өз звондайтын шығар, звондайтын бар сразу. Сөзге айтамыз. Үлкен кісілер алмайды отыр бұны. Айтпашы, мен мама айтамын. Неге мен ойындап отырмын? Мысалы. Өмірімде айтпаппын. Қылам жоқ қой. Алло. Не істеватсыңдар, қалайсыңдар? Үйдеміз, аманшылық. Үйде? Бәрі дұрыс па? Сен келдің бе осы ауылға? Жоқ, Алматыдан. Бәрі дұрыс па? Жақсы бәрі, аманшылық. Мен бірден айтқым келіп тұр. Үй бәрі құрсын, аманшылық па? Аманшылық? Айтайын ба? Айт. Енді оқы тұра алмаймыз оны естіпейсіз. Мен сені жақсы көрем, мама. Ой, кетейік. Құрметтеймін, өте сыйлаймын. Рахмет айтам. Жалпы жүрген жерімде айтып жүрем ғой. Анашым тәрбиеледі. Балалармен отырмыз Соны бір ауыз. Сәлем айтсын. Бізде келін әкеліп қуантсаң одан бетер. Ұрыстың бәрі үйде келіннен басталып жатыр қазір. Жоқ, жалпы. 30-ға келдің. Баба, сен камера сұрап жатыр. Бәрін айтып бересің бе. Енді жүрген жерімде айтам ғой, рахмет, мамам бар, әкем бар, шешем бар деп. Алла разы болсын. Құратқан емес, ораза айында отырсын қазір енді. Әрбір ниетің қабыл болсын. Әмин. Уақытында сыйлауды үйрену керек. Сол әңгімені айтып отыр жаңа, уақытында сыйлау, құрметтеу. Звезда болсаң бәрі анаң арқылы, әкең арқылы, Алла арқылы болды, өзіңе ештеңе болған жоқ. Ағаңды отырма, үйде менің арқам деп қояды. Сәлем айтыңыз. Балалар сәлем айтып жатыр саған. Аман болыңыз. Бүкіл Қазақстаннан осы әңгіме шығады енді. Не болса да. Жақсы, рахмет. Жақсы болды. Дірілдеп кетті ғой, мен дірілдеп отырмын. Сол келін тақырыбы өте сонда ауыр, кейде бүйтіп қаламыз, қашан алып келесің, не істейсің деген сұрақтар болады. Жақында осы тақырып бойынша кішкене істеп қаламыз, мамам екеуміз. Енді үйлен деген қысым ба? Жалпы мен жүрген жерімде әрдайым айтып жүрем. Бағана жай ғана сөзбен емес, сөзбен кейде айту қиын бізге, бірақ мен ойлаймын біздің ортадағы жігіттер, іспен дәлелдейтін жігіттер, маған іспен оңайырақ шыны керек. Айтудың орнына, сондықтан рахмет. Негізі бұл әңгіме бекерден бекер болған жоқ деп ойлаймын, жігіттер. Бұның да өзінің бір жаңағыдай Аллах тағала әкеліп тұр ғой, әдемілеп тұр. Жаңа Әмірен намазда айтып қалды, оразада айтып жатқаныңа деген сияқты. Қасиетті айда осындай мен сені жақсы көрем деген сөзінің өзі ол кісіге енді қазір біз үшін жай ғана бір не болуы мүмкін, дегенмен түбінде, жүректің түбінде ол кісі бір бақытты болып қалған сөзсіз. Әрине. Ол кісіге сөз керек қой. Мысалы да енді біз просто элементарный нәрсені. Сен звондамайсың мен. Аккуратно қашып бара жатыр ғой. Жоқ, айтайын деген маған мирас қызық болып тұр. Әміре кәдімгі қобалжығаны. Осы бір элементарный нәрсені да, мысалы, күнделікті неге жасамаймыз дегенде ше. Енді сөйлесеміз ғой, жаңағы келін мәселесі бәріміздің үйімізде. Сен айтатын сияқтысың мамаңа бірақ. Қалайсың, мамау? Жақсы,
қалайсыңдар? Жақсы, Аллаға шүкір. Не істеп жатсыздар? Біз сол үйдеміз бүгін. Папаң да үйде, машинасын майын ауыстырып келді. Бүгін демалыс қой. Бүгін суббота ғой, иә. Мен сол баняға барып келдім. Жеңіл бүгін. Мам? Аха, рахмет. Ау. Бір нәрсе айтайын деген ғой. Аха. Мен сізді жақсы көрем. Көштің бала. Біз де жақсы көреміз сені. Аман болыңыздар. Папаңды да жақсы көрем. Сіздерге бәрі үшін рахмет. Сол. Бір алғыс айтып қойын деген ғой. Рахмет. Аман бол, әйтеуір тірлігіңді өзің арман мақсатыңды ойындағыдай болып тілекшіміз. Әумин. Ең бастысы, аха. Болды, мама. Тірлігің істемелі, аха, давай, аха. Енді келін алып кел деп айтпайсыз ба? Иә, енді келінді. Бұл өз сұрап отыр. Мен просто... болды, мама, құдай қаласа. Не болды просто? Дайын ба не? Жоқ, Әміреден кейін деп отырмын. Бұйыртса. Әміре мамасына звондап, Әміре айтып жатыр, сөйтіп Әміренің мамасы айтып жатыр ғой, келін әкел деп. Әміре мамасы ұрысып жатыр сразу. Әміре. Болды. Құдай қаласа. Қой Әмірені, дұрыс, молодец Әміре, бақытты болсын. Сәлем айтып балалар. Рахмет. Жігіттердің бәрі сәлем айтып жатыр сізге. Рахмет Әміре. Дұрыс, енді бастаңдар енді. Марго бастады. Марго. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Болды, аха, мам, хабарласам. Аха, давай, аха. Жақсы, аха. Мәнде кәдімде қоларысып кеткенше. Бірінші рет айтып тұрмын мен. Бір андай ощущение. Жоқ, бұлай, бүйт. Енді не ашылды андай, не дейді? Чакр. Барьер ашылды, все, күнде едесін енді аларысы. Сіз звондамайсыз ба? Или папаға ш? Жоқ, папаға. Папаға айтып көрейікші? Папам айтпаймын. Папа қуасың ба дейді қазір. Ойбай. Папаға айтып көрейікші, мысалы да, сол бір нәрсені бұзайықшы жігіттер. Сен, мысалы, айт сен папамын деп. Сен, да, Гала, сен... Папалап жерсе бір түрі. Да, сен папаңа көрші. Звондайын. Ойбай, папады. Бізде жақында кішкене мамашкамен жаңа бір не істеп қайғамыз. Алма. Батя. Кімге звондап отырсың? Папа. Батя. Ойбай, папа қиын енді бұл асқартау. Айтпағансың ба негізі? Вообще. Бұлай айтпаппын. Бір тост айтқан кезде сен ақшадан. Ей, красавчик. Ақша сұрайды деп тұрған жолдарым болып кетті. Ақша сұрайды. Дұрыс қой, жаңа айтып жатыр ғой, қанша сен звезда болсаң да, сен кім звезда қалғанын ұмытпа дейді. Біздің үйде біздің үйде жалпы романтик емес ешкім. Бізде де сондай. Әкем де шешем де сондай. Естіңдер ғой әңгімесін. Не болмайды. Анау Құнанбай абайға айтады ғой, абай мықты ма, Құнанбай мықты ма деген кезде. Абай сияқты бала туылды. Абай шығар деген кезде абай деп бала тудырып алды бірінші деп. Менде история так. Мен вот деген қызық мынау история. Таразда қызық деп қояды кәдімгі. Жоқ, енді жаңағыдай душевный ғой сендерде. Ондайлар да бар, бірақ сенікі кішкене менікі кішкене әзілдеп те айтуға болмайды, сәл андай бағыты түзу емес, тура емес, ниет сәл нашар. Енді барлығымыз демалдық, қыдырдық деген секілді студент кезде, жас кезде. Тараздамыз. Таразда енді всегда криминал ғой, біз жақта білесіңдер. Кафеге бару үшін сен андай счетты қалай жауып ондай түсінік қалыптастырмайықшы, Гала. Итак, ол кісіні көріп, Тараз деген өте күшті адамдар, келіңіздер, қонақ болыңыздар. Бірақ байқап жүрдіңдер. Жоқ, бәрі криминал дейді. Мен мысалы өзім Таразға бара бердім. Маргоға айтамын, Таразға апаршы, Таразға апаршы. Қазір түфәй жоқ, байқадыңдар ма? Жалпы соңғы бір 5 жылдықта TikTok, Instagram қалай кірді? Адамдардың айналысатын, көретін нәрсесі пайда болған кезде жаңа криминализм дейтін сейілді. Жаңағыдай по-любому өзінің эффектісі бар, жақсы жағынан да TikTok. Уағыздар тарады көп. Бірақ просто біз жоқпыз ол жақта. Мүмкін біз жоқпыз. Сондай ма? Біздің жүрген орта басқа дейсің ғой. Мен сол тура сол. Сөзін қайтып аламын онда. Өйткені районда да кейбір жаңағы районда балалардан естіп жатасың ғой, кейбір жаңалықтар әлі де болып жатыр. Әлі де болып жатыр деген сияқты. Енді құдай қаласа жақсы болатын шығар, енді барлығы жақсы болсын. 17 жасымда ма, то ли не знаю, 18 жасымда ма кафеге бардық, Таразда атын айт. Навигатор деші. Навигатор емес, оған кіргізбейтін бізді қайда ол жақта. Таразда кафеге бару үшін андай ғой бізде. Счетты жауым деп ойламайсың, қалай аман қайтсам дейтін уайым бірінші. Төбелеспей. Иә, біреумен ересіп қалмайынша әйтеуір деп. Кәдімгідей дәретіңді алып, кәлиманды айтып шығасың ғой, бірақ клубқа кетіп бара жатасың да.
и бір жаңағыдай отырыста отырдық, көрші столиктан андай сварка көздері болады ғой, андай бүйтіп тесіп прям сквозь өткір андай и отырық әңгіме, короче. И біздің қыздарға енді подкаст жасады. Түрлеріне қарасаң физически енді бізде мықты көрініп тұр. Біз ол кезде 17-18 жасар болар, олар бір примерно 20-24 жастағы жігіттер шығар. И қыздарға подкаст жасап жатыр, танысып жатыр, көзімізше ебаны өте обидно да, сені когда ештеңе істей алмайсың, сен көзінше сені енді алып қойып жатыр да, таныс қызында ема намысқа әлі жеткен жоқ да, әлі черт болып тұр ғой, тұрмыз. И бір кезде бір сөз болып қалды, ауыр сөз кетті, короче, есімізде жоқ. И төбелес басталды. Батшы төбелес жатыр. И тұрды дағына анау екі бала таяқ жеп қалды. Таяқ жегенге бүйтіп ала алмады бізді. Біз қанша 3-4 баламыз. И сөйтті достарын алып кетуге кеттік. Шықты да. И бір кезде ема бір 20 шақты жігіттер қара киінген, ема кәдімгідей секьюрити дейтін жазылған кәдімгі Біз түсіндік, все, міне хана болып біз біттік. Ема не істейміз. Шықтым да кабинкадан шықтық да, и давай қашайық енді. Үйтіп танысболдан өту керекпіз. Сосын түстік та аналар бізді где-то байқады. Примерно іздеп жүрді, қарап тұрық қой. Сөйтіп танысболдан как раз күшті музыка болды, жаңағыдай. Эйкінің бір динамичный музыка, жарық-жұрқ, короче, қараңғы момент жауып кетеміз, короче, кинода да кетіп жатыр ғой. И бір кезде бір қыздың атын білмеймін, қателеспесем, Света ма, сондай бір орыс қыз. Жаңа алдында кипішті көрді ғой, примерно арғы столикте отқан болар, сол бізді көрген екен. И сөйтіп біздің қашып бара жатқанымызды көрді дағыны. И мен басқа бір фотқа жаққа бара жатқам, осы жақтан қашып кетемін деп. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезде бір жаңа орыс қыз мені құшақтады да сразу. Кетіп батқан жерімнің қолымнан қайырды да бүйтіп. Сразу вальсқа шақты бүйтіп жабысып билеп жатыр да, короче. Жабысып и тұрады да, короче. Ну, имитация сүйіскен сияқты бүйтіп, короче, жабысып бүйтіп нетіп жатыр да. Ема, ана жерде адреналин ғой, денеде қорқып келе жатырмын. Түсінбей жатырмын ғой, не болып жатыр? Ұстап қалды ана қыз. Анау мені ұстап қалып тұр. Жабысып билеп жатыр, үстінде ана қара қажақ болған. Соны типа шешіп тастады да. И типа, в смысле типа шешіп тастады? Шешіп тастады. Снимай деп жатыр да. И мен ойлап, маған подкаст жасап жатырмын, түсінбей жатырмын, екі әлемге кіріп кеттім. Мына жақтан төбелес рамыз, мына жақтан подкаст жасап жатыр. Типа, ема бұндай қысындыруға да болады екен ғой деп тұрмын, өзім красавчикпін де. И екі сезім бірдей келіп тұр ғой, бачт болып жатырмын. И бір кезде жаңа іздеген балалар ар жақ немен кетіп қалды, короче. Біз тапай шығып кетті деп ойлады. Сосын екеуміз жабысып, мен ананы ұмытып кеткенмін, жаңа пиле кәдімгідей уже гостиницаға звондасам ба деп қуып отырмын ғой. И тұрды да и қыз қарады. Жан нормально. Қыз қарады да, типа бір биткеннен кейін бүйтіп тұрды да, үйсіз қарап тұрды да, все, кете бер енді деді. И мен андай түсінбей қалдым. Типа отчевать еттім, момент өзі сындыры. Сол жердің охранасы болса сөйтіп жұмыс істейді. Ема прикинь. И сөйтсе. Сол маған айтады да, типа ана жерде, ана фотода тоже 4 бала кеткен етін деді. Арғы ходқа, жаңа мен бара жатқан ходқа. И мен соларды көрдім, и сен сол жаққа бара жатқан көрдім да, анаған барсаң сен ұстап алатын еді. И момент мені ұстап қалды да. И сөйтіп сол қыз құтқарып қалған мен. Галаға Света оттегі дейсің ғой, короче. Жақсы адамдар деген ән кету керек осы жерде. Жоқ, аты Света, по-моему, или Светлана ма, короче. Ол кезде жаңағыдай сені құтқарып қалғанын емес, бір вальс билегеніне риза болып қалған. Мен сол ғой, мен басында момент түсінбей отырмын, маған сынып қалды деп тұрмын, кішкене тоқтау келген қыз, ана Светлана, сондай қыздар болады өзі. Сен жаңа шұбардың несі бар. Басын Светаның күшті елестетіп отырады ғой. Светаның кішкене әдемі елестетіп толық қылып жібердің ба? Жоқ, тоқтау деген ірілеу келген. Бұл жерде несі. Андай қыздарды не істемей қойық, бөліп жармай қойық. Жоқ, айтайық. Ременнен қарны шығып тұратын қыздар болады. Жоқ, мен описаниясы қатты не емес, вау емес, бірақ енді короче бір 85 жылға бір тәтешкама сондай сияқты, короче. Мойындау керек оны мойындау керек. Света, рахмет. Бас күшті басталды. Әйтпесе маған кім сынайды ол кезде, дырышсын андай өмір көрген кісі екен көрініп тұр енді, сразу құшақтап бүйтіп. Одан кейін көрген жоқпын. Үйге барғаннан кейін андай неттім да. Қазір есіме түсіп отыр. Сол тәте көріп отырса, егер қазақша түсінсең, таразда бірақ орыстардың бәрі қазақша түсінеді, біледі. Көп рахмет. Явно көріп отыр ғой ол. Иә, мүмкін. Сен оқитын шығарсың Инстаграмда. Төбелеспейік жалпы. Қазақпен. Енді жаңа ғана айтып отыр ғой, саған да маған да екінші жартымыз туралы. Жалпы барлығымыз осында таластоймыз ғой. Сол біздің келесі осы күнге шейін құдайға шүкір, қазір айта берсек жақсы адамдар көп қой. Жақсы адамдар өте көп. Бірақ келесі кезеңге бір сатыға өткеретін енді бір жақсы адам
жанымызға керек болып жатыр да. Оттегіміз, таза оттегіміз. Таза оттегі. Менің жаңағыдай бүкіл өмірімдегі сұрақтарым соған келіп тіреліп жатыр. Барлығы білмеймін, хотя мен ондай бір внимание аудармаймын. Сондықтан енді жақсы адамдар, жақсы адам өзіме жолықса екен деген үміттемін. Жақсы қызға лайықты деп ойлайсың ба? Сол жақсы қызға лайықтымын ба деп. Енді ешкім бір пендеміз ғой, ешкім періште емес. Түрлі қыздар жолығып жатыр, мен оларға жолығып жатырмын деген сияқты. Кейде кеше мынандай әңгіме болды ғой. Кейде бір өте жақсы қыздар жолығып қалады да. Өте жақсы. Менің әлемім, оның әлемі бөлек. Ол менің көзімше өте ешкім бірақ идеал емес, бірақ сонда да менімен салыстырған күнде ана қыз өте күшті болып тұрады. Шын өмірі, көзқарасы, рухани жағы болсын, оған дін де кіреді, жалпы рухани жағы болсын. Сондай қыздар болды. Мен айтқам, мен саған лайықты емеспін. Сен өзің айттың. Мен өзім айттым. Мен саған лайықты емеспін. Сен басқа адамға лайықты себебі. Сенің ондай бір таза аураңды көтере алмаймын. Бұл отшиванием бір түр емес па? Мен саған лайық емеспін. Қыздар да сондай ғой, сен жақсысың. Сен гала, сен күштісің. Жоқ, кәдімгідей саналы түрде. Иә, саналы түрде. Не нәрседен қорқасың мысалы? Өте идеальный қыздан, наоборот, идеальный қыз іздейміз ғой барлығымыз. Мен де іздеймін. Берді-ау деп алмадың ба? Иә, жалпы отбасыдан басталады ғой барлығы. Ондай қыздардың отбасы в основном, көбісінің отбасы бізге енді мынандай не бар ғой, біз дінге ештеңе қарсы емеспіз, киімге әркім өзі біледі таңдау, хиджабқа да мен қарсы емеспін, жалпы. Бірақ кейбір қыздар болды, сондай отбасыда өскен, өте күшті. Маған норма нәрсе, оларға ол қызға норма емес ол. Понимаешь? Мен шығып сахнаға шығып бір қыз қолына былай ұстасам, ол уже дұрыс емес, мен білемін, ол ертең ол маған үндемеуі мүмкін, бірақ оның отбасылық институтында оған ол үлкен сұрақ туғызады да. Мен енді айтып жатқан жоқпын, үйленгеннен кейін қыздардың қолын ұстаймын, бүйтем, сөйтем деп. Мен де тырысамын, енді әдемі болып жүруге. Сондай мәселе факторлар көп, ол саналы түрде. 29-ға келдім биыл. Біраз қыздармен сөйлестік, көрдік. Сондай қыздар ғой, қатты өте. Ондай қыздарды өте құрметтеймін. Өзін тереңінен бойлай берсек ол ұзақ әңгіме ғой негізінде. Мысалы мынандай да, енді сен сондай қыздармен сөйлестім деп жатсың да. Сен өзің значит іздегенсің ғой сондай қыздарды. Содан кейін сөйлестің ғой. Сондай қыздарды тап болдың. Іздедің, иә, сөйлестің. Неге енді өз ізденісінен, өз таңдауынан қашасың дейтін. Бәлкім қорқыныш шығар, ол өзіме деген сенімсіздік шығар. Оны как емес, жігітше мойындау керек. Себебі мен енді более светский өскен баламын ғой. Қалай? Светский өстім. Светский деп ше. Біз өнер адам қатты бостандық жақсы көреміз. Сондай. Сол біз өнер адамы дейтін бір көп өнер адамдарында бір не сияқты ондай. Жалпы былай сияқты бар. Өнер адамында қатысты сөйлесетін болсақ, жалпы иә, ол өте тонкий тема. Өнер адамы және екінші жартысы. Қазір стереотип көп қалыптасып қалған ғой. Мен осы үлкен проблемамен жолыққан осы әншілер мындай, актерлар мындай. Мен сіздерге айтайын, міне біздің замандас Мирастың өзі үлкен үлгі, мысалы мен үшін ішпейді, шекпейді. Мен де өзім шекпеймін, личный ондай движением жоқ, иә. Құдайға шүкір, артық. Ол баяғыда болды, базар жоқ. 90-шы жылдар бәлкім андай движениялар да. В основном қазіргі заманауи қазақ эстрадада шығып жатқан жігіттер көбісінің құдайға шүкір құдайы бар, өзінің жақсы бір көзқарасы бар. Ондай бір жеңілтек балалар емес. Көп қыздар негізінде в основном, соның ішінде жақсы тәрбиелі қыздар қорқады сондайдан. Сен қыздарың көп, мен айтам, мынандай пример қоямын, ойлашы. Менің досым бар, менің танысым бар. Оның сенің де танысың бар сондай. Оның әкесі бар. Әкесі өмір бойы ішіп шықты бала кезден. Ол соны көрді бала кезден. Ол не айтады, айтыңдаршы? Мен әкемде ішем дей ма? Ол әкесі келіп мамасын ұрды, ұрмаса да берекетін алды. Ол қарайды, айтады, мен бұндай болмаймын дейді. Сосын өмірінде ешқашан арақ ұрттап көрмейді. Бар ондай жігіттер, өте көп. Мен сен неге ішпейсің деп сұрайды. Мен себебі өмірімде көргем арақтың зиянын. Дәл солай мен айтамын, Мирас екеуміз 10 жыл таныспыз. Біз 10 жыл өзі шоу-бизнесті кішігірім кезеңдерінде жүр екенбіз. Мен ешкімге топырақ шашпаймын, бірақ бізде де примерлар болды да түрлі. Былай жасауға болмайды деген сияқты. Тек қана ішімдік жаман әдет емес, оның ішінде басқа бір әдеттер де кіреді, дұрыс емес әдеттер. Сондықтан мен ойлаймын, Мирас болсын, мен болсын, түрлі
примерлар көріп өстік, біз оны қайталағымыз келмейді. Сондықтан өнер адам болса, ол жеңілтек, ол қыдыра береді, ол бүйте береді деген ойды мен ойымша. Стереотипті бұзу. Ол стереотипті әрине біз іс-қимылымызбен бұзуымыз керек. Сондай менің жалпы жеке өмірімде қиын мәселелер туады, сондай бір қыздармен сөйлескен. Сіздер өнер адам осындайсыздар ғой деген сияқты. Сол үшін бізге жалпы жұмысымызды түсінетін жақсы бір адам керек деп ойлаймын. Және біз, бірақ мен ер адам ретінде лайықты болуға дайынмын. Мен мысалы жаңа айтқым келгені, біз өнер адамымыз ғой дейтін ұғым, бұл енді бір щит қой, защита ғой бір. Бұл сөз защита да. Мысалы, бұндай ұғымда емес, өнер адам бір талантливый бала келе жатады да, бір күн давай попробуй үсіп көрейін, үсіп жүріп көрейін, или осылай көрейін, өйткені біз өнер адамымыз ғой дейтінді миына сіңіп кете береді да. Күндердің күні осыған келеді да. Көп жағдайда, барлығы демей ақ қойын. Дұрыс. Өйткені кейбір таныстарымыз да бар енді, атын айтпасақ та, ровно бір күні қарап болсаң, енді біз өнер адамымыз ғой дейтінде щит қылып соны сылтауға болған да. Бір сондықтан соны бұзатын поколение болдыңдар. Енді осы тақырып бастап айтайын жарайды. Осы тақырып бастадық. Айтшы сен, айтқызамай отырсың. Соны шығарамай отырсың қойған. Жалпы біз пенде екенімізді ұмытпауымыз керек қой. Иә, пенде екенімізді ұмытпауымыз керек. Біздің үлкен қателік жасайтын кезіміз болады. Ол ешкім сен өзіңді идеально ұстамау керексің. Мен де. Ол болатын нәрсе. Кез келген адам қателесіз. Бірақ мен 29-ға келіп нені түсіндім. Осы күнге шейін мен қалай өмір сүріппін. Мен не істеппін, мен не іштім, не жедім, ол жасағаным адал болды ма? Жасаған сөзім, жасаған ісім адал болды ма? Деп мен сонда ойға келдім. Бәлкім сен 30-ға жақындағанда, бәлкім сен 20 жасымдан ойлап қойдың. Мен бірақ енді ойлап жатырмын ол туралы. Сөйтсем, өзімнің кейбір іс-қимылдарымен мен келіспеймін. Қазір келіспейсің? Иә, келіспеймін. Неге мен солай жасадым? Неге соны мен ерте түсінбедім? Деген сияқты. Сосын мен андай ойға келдім. Мен өз-өзіммен күресу керекпін. Өз-өзіммен күресіп, өзімнің идеальный версиям болу керекпін. Бірақ жасаған қателіктерімде көп. Не үшін? Ол мен идеальный қыздың алдындағы жауапкершілік, өзімнің әйелім алдындағы, достарым алдындағы, өзім сөзім алдындағы жауапкершілік. Және де мен жақсы бір пример болғым келеді негізінде. Елдің алдында жүрмін. Одан алдын бір қатты бостандыққа да шығып кеткен кездерім болды. Шыны керек. Біздің негізі бостандық ол жаңағыдай демалыс. Демалыс емес, жалпы сен өзіңнің бір сөзіңе не обязательно, мен ешқашан хардкор кетпеген баламын. Өзің жібере салма. Мен ешқашан хардкор кетпегенмін, любой темада да. Артық кетпеген, Құдайға шүкір, себебі солай тәрбиелеген. Бірақ сонда да бағана айттым ғой, мен кейбір қыздарды көрдім деп. Негізі ол ой содан пайда болды. Бір қыздармен жолықтым да қорқып кеттім мен ана қыздарды көріп. Ол өтірік былай киіп алып мас киген қыздар емес, мен енді білем ғой, адам танып білем, өтірік жасап отқан ана адамдар шын. Сол кезде мен осылай өмір сүруге болады екен ғой деген бір тұжырымға келдім да. Мен неге осылай өмір сүрмегенмін? Не влиять етті оған? Орта ма, өнер ма? Сондықтан мен өзіме жақсы ойлаймын. Өнерді бір тазалық қылып көрсету керек. Оған барлығы кіреді. Кейбіреулер айтып жатады, өнер ол сахна неге киелі деп айтасыңдар. Мәселе сахна киелілікте емес. Несімен киелі? Сен адамның алдына шығасың, 1200 адам отыр. Я такой, какой есіп сахнада білген жасасаң, ол дұрыс емес өнеге көрсетіп жатсың да, ішіп шықсаң, шегіп шықсаң, как попало киініп шықсаң. Өнер адам менің ойымша бір пример болу керек. Әміренің сөзіне қосылам. Негізі мынандай мәселе ғой, біздің басты қателігіміз да. Біз өзімізді идеальный жағынан көрсетеміз да. Қалай идеальный жағынан енді кемшіліктерімізді көрсетпеуге тырысамыз да. Әрине ол нәрсенің оправданиясы бар, біз не үшін көрсетпейміз. Неге біз өзіміздің кемшіліктерімізді, неге біз өзіміздің, грубо говоря, күнәларымызды көрсетпейміз да. Енді Аллах тағала біздің күнәларымызды жасыратын кезде неге біз оны көрсетіп біреуге айтуымыз керек деген сияқты. Біріншіден. Екіншіден бізге қаншама көз қарап отыр. Қаншама енді жастар үлгі алып отыр деуге де болады да, мысалы. Қаншама адам қарап үлгі алып отыр. И ол кісілерге біз ол нәрсені пропагандировать ете алмаймыз. Яғни біздің өзіміздің жаман жақтарымызды, болмаса біз қалай бар солай есть, мен өзім шынайы болам, және де қалай болса солай боқтап сөйлесем боқтап сөйлеймін деген сияқты. Біз әрине ол нәрсені жасауға да болады, қазір жасап та жатыр. Дегенмен біз көптеген адамға былайша айтқан кезде қазір үйдегі ата-анадан бөлек кішкентай балаларды тәрбиелеп отырған 3-4-5-6 блогері бар, әлеуметтік желілер бар тәрбиелеп отқан.
Сондықтан да біз аузымызға келген оттайтын болсақ, өзіміздің кемшіліктерімізді, қателіктерімізді, күнәларымызды қалай болса солай айта берсек, көрсете берсек, онда ол пропаганда болады. Яғни сен жаңағыдай Мирас, Әміре осылай жасап жүр екен, мен де жасасам, в принципе, бұлардың дәрежесіне, бұлардың деңгейіне жетуге болады екен. Мирас пен Әміре жансеріктер, галалар істеп жатыр ғой деп жасай береді ғой деген сияқты. Сен қазір мен бағытым сәйкес келмейді ғой, енді мен стендаптамын. Біз енді лапыт сөз деп айтсақ қалай болады екен? Жалпы енді ол бағыттың, жанрдың өзі шынайы. Мен енді балалар стендапта қандаймын, өмірде қандаймын, бәріміз тура сондаймын. Жоқ, бірақ стористерде сондаймын деген секілді. Мен сен хардкор кетпейсің ғой, мен айтып жатқаным. Жоқ, ауырынан кетпейсің, сущность. Мысалы идеализировать етіп қоямыз да, сосын бір қателескен кезде көп адам бізге ренжиді. Ой, мен сені осындай бір идеалыма деп жүредім, сен оказывается мынандай екенсің ғой деймін да. Енді ол сенің ожиданиең да. Біздің де қателігіміз бар, что біз өзімізді қатты кемшілігімізді көрсетпей, идеальный жақтарымызды көрсетіп қойдық. Ал біз енді сабақтан 2 алады екенбіз ғой деп сабаққа бармай қоя салмаймыз ғой. Ол жақта 2 алсақ та 3 алсақ та мектепке барамыз. Ары қарай білім алуымызды жалғастырамыз. Сол сияқты қателесетін жерлеріміз болады. Қателесек қателік жіберетін, шалыс басатын жерлеріміз болады да. Біреудің мінін көргенше, біреудің тергенше өзімен күресе өлгенше. Өнердегі мысалы үлкен кісілер айтады да, қазіргі жастар енді не үшін өзін идеально қылып көрсеткісі келеді дейді. Ол білем, ол интервью. Сондықтан да айтарым, адамдарға қарап, оның кітап сияқты ғой, әр адам өзі бір кітап қой енді. Оның басы бар, аяғы бар. Сондықтан да ол кітапты сен оқып шыққан жоқсың да етіп, ол адам туралы айтатындай. Бірақ енді бұл жерде ол кісілердің де үйтіп айтатын адамдардың да жаңағыдай ожиданиеден бөлек бір 200-лік дейтін тақырып кетеді ғой бұл жерде. Тонкость, өйткені сен былай едің, неге былайсың деген секілді. Просто по процентам қарау керек, сен өмірде қаншалықты жаңағыдай стористегі или жаңа өнердегіге соответствовать етесің сөзіне. Егер сен хотя бы жақындарың, туыстарың біледі, 51% жақсылыққа бағытталса, 49 жаман болса, уже сен сан бойынша отырып тұрсың да, хотя былай жүргізе беруге болады. Немесе мен бұл осындай жұмыс қылып қарау керек та, мен жақсы адамның рөлін ойнайтын, бұл менің жұмысым, бұл маркетинг, бұл жұмыс, осыны деп іштей мойындау керексің. Сол бұл әңгіме неден шықты? Жалпы бос іс-қимыл, бос сөз, пайдасыз әңгіме, пайдасыз іс-қимылдан шықты. Мен өзімде, мен өзім бір тоқтаттым. Жұмысым жасап жатырмын да, мен жасап жатырмын, келіп жатыр. Бірақ жұмыстан тыс мен бір өзім рухани байымай жатқанын түсіндім. Бағана Құдай маған осындай әдемі адамдарды алып келді өміріме, сондай жас сендер айтып жатқан көптеген жақсы адамдарды. Мен көрдім да, мен шошып кеттім. Мен неге бұндай емеспін? Жалпы үлкен проблема біз жігіттер өзімізден. Негізі өзімізде бәрін құртатын өзіміз жігіттер. 100%. Мен көпке топырақ шашпаймын, ешқашан көп алғым келмейді олай. Жалпы қызға да отношение жағынан жігіттер көп нәрсені құртады. Көп нәрсені құртамыз. Сосын жігіттер, жастар жиналады да айтады, мен былай жасадым, мен былай істедім, мен нағыз. Ертесі күн күнәларын талқылап отырады ғой, мысалы да енді. Ондай да бар. Ол болмау керек екен. Ол норма емес, соны түсінейік, оказывается. Менің ойымша. Мен ешқандай бір діни тұжырымды айтып жатқан жоқпын. Мен рухани жағын айтып жатырмын. Адами. Неге? Себебі ол сенің ішкі берекетіңді кетіретін әңгіме екен да. Мен осы қызбен сөйлесіп жүрмін, осы қызбен кездесіп стадым. Осы қызбен біз оказывается қазақтың балалары ондай болмау керекпіз. Бізге ұятты алып тастаңдар дейді. Ұят керек емес, ұятты алып тастаңдар. Қалай ұятты алып тастайсың сен? Алып тастадық қой. Алып тастауға болмайды ұятты. Ол ұят деген іштегі береке, ол тек қана біреуден біз ұятты комплекс ретінде қабылдап қалғанбыз ғой. Ұят деген ұятты адам ішінде берекесі болу керек. Сондықтан ондай мәселелер қызбен жүрдім, бүйттім, сөйттім, іштім, жедім, ол талқыланбау керек. Алдында тоже бір неде бағдарламада талқыладық та, жалпы өткенде енді зорлық зомбылықтан ана Салтанат дейтін бір қыз көз жұмды ғой, бір депутаттың ба, сол кезде көбісі салды ғой, көп жігіттер там дұрыс емес, зорлық андай мындай деген секілді, қолдаймыз деген секілді. И сол кезде арамызда таныстарымыз да салды да. А ол жігіттердің кейбіреулерін білемін да, андай өмірде қыздың айыбын ашу жағынан бірінші орында. Ең айыбын ашу ол өлімнен де ауыр ғой, бір қыздың абыройын ашу деген секілді. И сөйтіп директіне жаздым да, брат, мен кеше ғана осындай әңгіме еттік қой жаңағыдай. Бүйттім, ана қыз сөйттім, енді сториске салып қойыпсың. Ұлт көсемің болып. Сен кешегі сені сыйлауын, кешегі өсекті таратпауынан бастау керек еді деп деген сияқты әңгімелер көп кетті.
сосын сол кезде бір 3-4 досымды бүйтіп түсіндім, популист біледі деген сияқты. Өзім үшін түсіндім. Жалпы мұнда ешқашан гендерный распределение болмау керек бізде жігіттер, ол сексизмде болмау керек, ол феминизмде болмау керек. Мұнда біз чисто енді адам туралы айтадық қой, жақсы адам қандай болу керек. Бұл әңгіме барлығымызға қатысты. Противоположный полға да қатысты. Енді басқа біреуді сыйлау үшін өзіңді сыйлай білу керексің ғой, сол үшін. Главное өзің сыйласаң. Өз-өзімен жұмыс істеп, өзгені де сыйлауды үйрену керек. Соның ішінде қыздарды сыйлап үйрену керек. Болды, сол кезде барлық дұрысталатын сияқты. Қыздар бізді сыйласын, біз қыздарды сыйлайық. Жалпы адам бір-бірін сыйлаған жақсы ғой. Себебі адам адамға оттегі. Екеуміз таншылық. 11 сәуірден бастап Қазақстан барлық кинотеатрларында оттегі кинофильмі жарық көреді. Жігіттер өздеріңде трейлерін көрдіңдер. Басынан бастап бізге қолдау білдіріп жатқан жігіттерсіңдер. Мирастың әні саундтрек болды. Сендер де бізге бір өз алдына оттегісіңдер. Яғни достар деген ол бөлек. Кейбір кезде ата-анаға, туған туысыңа айта алмайтын сырыңды досың айтасың. Сондықтан біздің бір ортамыз бар. Сол бір ортамыз тіл көзден аман болсын. Осылай бір-бірімізге оттегі болып, қолдауымызды білдіріп жүре берейік. Дос, сен таңдап алған туысқан дей ма? Досы? Сен таңдап өзің таңдайсың. Сіздерге де алдағы турларыңызға сәттілік. Рахмет. Әдемі. Жігіттер, рахмет алтындай уақыттарын бөліп келгендеріңе.